Мамандықты таңдау бір күнде шешілетін мәселе емес. Бұл ұзақ процесс. Оны кезең-кезеңмен жүргізген дұрыс. Бірі 4 сынып 6-10 жас қызығушылықты ояту. Мақсат баланың әр түрлі мамандықтар туралы алғашқы түсінігін қалыптастыру. 5-8 сынып, яғни 11-14 жас қабілетті анықтау. Мақсат бала өз қызығушылықтар мен қабілеттерін зерттей бастайды. Не істеу керек? Түрлі пәндер мен үйірмелерге қатысып көру. Қызығушылық тесттерін тапсыру, кәсіби бағдарлау тесттері. Түрлі мамандық иелерімен кездесіп сұхбаттасу. Анымдық деректі фильмдер, мамандықтар туралы видеолар көру. 9-11 сынып, яғни 15-18 жас саналы таңдау жасау. Мақсат нақты мамандықты таңдап, оған қажетті білім алуға дайындалу. Не істеу керек? ОБТ немесе басқа емтихандарға дайындық бастау. Университеттер мен колледждер туралы ақпарат жинау. Тағылымдамалар мен волонтерлік жұмыстарға қатысу. Жеке даму жоспарын құру. 12-14 жасында өз қызығушылықтар мен қабілеттерін зерттей бастауге. 15-17 жасында нақты таңдау жасап, болашаққа жоспар құру маңызды. Менің берген ақпаратым ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, сұрақтар қойып, тіркеліп кетсең қуанышты болар едім.